Төртінші өлшем деген не? Көпшілік бірден уақыт елестетеді. Физикада уақыт төртінші өлшем ретінде қарастырылады. Бірақ кеңістіктік төртінші өлшемше. Елестетіп көріңіз, тек оңға және солға ғана қозғалуға болатын мүлде жазық әлем бар делік. Ол әлемде жоғары немесе төмен деген ұғым мүлде жоқ. Сол жазық әлемнің тұрғындары бұл бағыттарды елестете алмайды. Өйткені олар мұндай нәрсемен ешқашан кездеспеген. Кез келген өлшем бұл қозғала алатын жаңа бағыт. Біздің әлемде ондай бағыт үшеу: ұзындық, ен және биіктік. Ал төртінші кеңістіктік өлшемде бұларға қоса тағы бір бағыт пайда болады. Бірақ оны біз елестете де, сезіне де алмаймыз. Егер төртінші өлшемде тіршілік ететін жаратылыс болса, ол бізді тек сыртынан ғана емес, ішкі құрылысымызбен бірге көре алар еді. Тіпті ол жабық қораптың ішінде затты қақпағын ашпай-ақ қосымша өлшем арқылы айналып өтіп алып кете алар еді. Сондай-ақ ол бізге аяқ астынан пайда болып, дәл солай көзден ғайып болуы мүмкін. Өйткені ол біз үшін мүлде жоқ бағытта қозғалады. Біз төртінші өлшемді ешқашан толық көре алмаймыз. Дәл сол сияқты екі өлшемді жазық әлемнің тұрғындары үшінші өлшемді шарды ешқашан толық күйінде көре алмайды.